Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай кеспе дайындайтын боламыз. Бұл тағамды алғаш рет әжеммен бірге жасағанмын. Әжемнің сүйікті тамағы, әсіресе үлкен кісілерге өте қатты ұнайды бұл тамақ. Отбасыңызға істеп қуантыңыздар әрқашан. Құрамына қолжетімді заттар қажет болады. Және кеспені қатырып қойып, басқа тағамдарға да қолдануға болады. Лапша, лағман деген секілді. Достар, соңына дейін қарап, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Сіздерге кеспе істегенде сырларымды бөлісетін боламын. Достар, алдымен майды кішкене көп құямыз, себебі кеспе салған кезде май тарылып кетеді. Етті қуырып аламыз алдымен, одан кейін пиязды қызыл болғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Картоп пен сәбізді мен көрсеткендей турап, жақсылап қуыратын боламыз. Ал енді тұзбен дәмдеуші салатын боламыз. Кеспенің, сорпаның дәмдеуштерін салуға болады. Мен томатты бір кішкентай қасық қана салдым, себебі маған томат онша ұнай бермейді. Пияз бен етті қызыл қылып қуырып, тамақтың түсін қызыл қыламын. Яғни тамақты қызартамын. Ал енді достар, өздеріңізге лайықты су құйыңыздар. Мен 2 литр су құйдым. Егер аз адам болса, 1 литр құйсаңыздар болады. Ал енді кеспемізге 1 жұмыртқа, 1 чайный ложка тұз қажет болады. Және ұн. Егер үйлеріңізде адам көп болса, тамақ көп істеу керек болса, су қоссаңыздар болады. Және бір лайфхак, егер су кішкене көп қосатын болсаңыздар, кеспе қалып кетуі мүмкін. Сол кеспені қатырып, одан кейінгі немесе лағман дейтін тамақтарға қолдансаңыздар болады. Неге достар, ұн қосып жақсылап араластырамыз. Қасықпен араластырып алдым басында, одан кейін қолмен жақсылап илейтін боламыз. Енді бұл кішкене жұдырықтай ғана қамыр ғой, оны жай оңай болады, сондықтан мен өте қатты қылып илеймін. Сонда қамырым да өте керемет шығады. Негізі барынша қатты илеген жақсы. Орташа да болады, бірақ жұмсақ болса езіліп кетуі мүмкін. Осылай доп-домалақ жуалар қылып, бетіне төңкеріп қоямыз ыдыста. Сонда бет қақайып қалмайды. Июі қанған қамыр өте әдемі болады ғой, сол секілді июін қандырсаңыздар жақсы, былай да жая берсеңіздер болады. Достар, енді ұн сеуіп, доп-домалақ етіп, жуаламызды жайып шығамыз. Достар, өзім бір жағдайымды айтып берейін. Ең бірінші келін болып түскен кезде кеспені істеген болатынмын. Үйдегі барлығына өте қатты ұнады. Әсіресе қайнатам ұнаған соншалық барлығына мақтап, қуантып, солай естіген болатын. Сол секілді келіндер әрқашан солай отбасыларыңызға істеп, қуантып жүріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Байқадыңыз ба, мен ұнды өте көп септім. Себебі ұнды көп себетін болсаң тураған кезде жабысып қалмайды, дана-дана болып шығады. Сондықтан ұнды кішкене көп сеуіңіздер. Достар, мен көрсеткендей оқтайда ұзына бойы кесіп шығамыз, түзу етіп. Енді ортасын майыстырып, астына қарай ұзын-ұзын етіп турап шығатын боламыз. Егер уақыттарыңыз тапшы болса, кеспені кішкене үлкен қып, ірі қып турасаңыздар да болады. Бірақ маған осылай май тағып тураған өте қатты ұнайды. Себебі қазір тамақ салған кезде кеспелеріміз жіңішке ұзын болып, әдемі болып көрінеді. Кеспелеріміз осылай шашып жайып тастайтын боламыз. Сонда бір-біріне жабыспайды. Және қатыратын боламыз кішкене. Қатқанын күтпей сала берсеңіздер де болады. Қазанымыз қайнап тұрған сәтте кеспемізді саламыз. Сонда бір-біріне жабыспай әдемі пісетін болады. 10-15 минуттың аралығында пісіріп алып алатын боламыз. Одан көп тұрса езіліп кетеді. Салып болған соң міндетті түрде қозғаймыз, жабысып қалуы мүмкін. Неге достар, біздің кеспеміз дайын болды. Қамырларды көріп тұрсыздар ма? Дана-дана, өте әдемі, ұзын, тырық, біркелкі туралған. Және сорпамыздың түсі қызыл. Маған осындай қызыл түс болған өте қатты ұнайды. Дәмін айтып жеткіздіру мүмкін емес, өте керемет. Ыстықтай күйінде шығып қойды отбасымызбен бірге. Әрқашан отбасыңызда осындай кеспелермен істеп, қуантып жүріңіздер. Неге достар, істелу жолы өте оңай, тәтті, керемет тағамдардың бірі кеспе. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Сіздермен болған Балнұр. Қош сау болыңыздар. Сонымен қатар менің Instagram және YouTube каналыма тіркелуді